Әулет құпиясы сериалындағы актерлердің бір эпизод үшін алатын гонорарлары көпшілікті таңғалдыруда. Түркиялық ақпарат көздерінде тараған мәліметтерге сәйкес, кейбір актерлердің қаламақысы миллиондаған түрік лирасына жетеді. Ендеше, осы сомаларды сериалдың алғашқы 18 эпизодына есептеп көрейік. Ламия рөліндегі актриса бір эпизод үшін шамамен 300 мың түрік лирасы алады деген ақпарат бар. 18 эпизодқа есептегенде бұл 5 миллион 400 мың түрік лирасы. Бұл шамамен 70 миллион 200 мың теңге. Тахир Би рөліндегі актердің бір бөлімдегі гонорары шамамен 350 мың түрік лирасы. 18 серия үшін 6 миллион 300 мың түрік лирасы. Шамамен 500 мың түрік лирасы. 18 эпизодта 9 миллион түрік лирасы. Бұл шамамен 117 миллион теңге. Дидем рөліндегі актрисада шамамен 5 миллион 400 мың түрік лирасы табыс табуы мүмкін. Бұл шамамен 70 миллион 200 мың теңге. Синан рөліндегі актердің бір бөлім үшін алатын ақшасы шамамен 700 мың түрік лирасы. 18 эпизодқа есептегенде 12 миллион 600 мың түрік лирасы. Яғни шамамен 163 миллион 800 мың теңге. Бихрам рөліндегі актердің табысы одан да жоғары. Бір эпизод үшін шамамен 900 мың түрік лирасы. 18 бөлімде 16 миллион 200 мың түрік лирасы. Бұл шамамен 210 миллиард 600 миллион теңге емес, нақтысы 210 миллион 600 мың теңге. Ал енді ең көп қызығушылық тудырған кейіпкерлерге көшейік. Чагла рөліндегі актрисаның бір эпизодтағы гонорары шамамен 2 миллион 100 мыңнан 2 миллион 500 мың түрік лирасына дейін. 18 эпизодқа есептегенде 37 миллион 800 мыңнан 45 миллион түрік лирасына дейін. Бұл шамамен 491 миллионнан 585 миллион теңгеге дейін. Ал Доған рөліндегі актер сериалдың ең жоғары жалақы алатын актері болуы мүмкін. Оның бір эпизодтағы гонорары шамамен 4 миллион 200 мыңнан 4 миллион 800 мың түрік лирасына дейін. 18 эпизодқа есептегенде 75 миллион 600 мыңнан 86 миллион 400 мың түрік лирасына дейін. Бұл шамамен 982 миллион 800 мыңнан 1 миллиард 123 миллион 200 мың теңгеге дейін. Яғни тек алғашқы 18 эпизодтың өзінде Доған рөліндегі актердің табысы шамамен 1 миллиард теңгеден асуы мүмкін. Әрине, бұл мәліметтер ресми келісімшарттар емес, интернетте тараған ақпараттарға негізделген болжамдар. Ал сіздің ойыңызша, Әулет құпиясы сериалында ең жоғары гонорар кімге лайық? Доған ба әлде Чагла ма?